Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде ғибрат бағдарламасы. Бұл ғибрат бағдарламасының екінші шығарылымы. Сол себепті бізде қонақта екінші сынып оқушылары. Қош келдіңіздер. Рахмет. Сендер 8 минуттық оқу жобасы бойынша кітап оқып жүрсіңдер ме? Балалар, сендер қандай шығарма оқыдыңдар? Кезек-кезек айтып берсеңдер. Мен Балжан Әйгеріммін. Мен 2 сыныптан келгенмін. Мен Жакен деген бір шығарманы оқыдымын. Ол жақта Жамбыл ата туралы жазылған. Жарайсың, Әйгерім, керемет. Ал сен қандай шығарма оқыдың? Менің аты жөнім Даки Ринат. Мен 2 сыныбынан келдім. Мен Ұшқан Ния деген тақырыпты оқыдым. Бауыржан Момышұлының балалық шағы. Атамыздан әділдікті үйрендім. Өтірік айтпауды үйрендім. Адамдарды алдамауды үйрендім. Үлкен аталармен амандасуды үйрендім. Жарайсың, Ринат. Айдана, ал сен қандай кітап оқыдың? Одан қандай ғибрат алдың? Мен ұядан не көрсең шығармасын оқыдым. Мен одан жәндіктерге тиіспеуге, оларға адал болуын түсіндім. Жарайсың, Айдана. Ал Ықылас, сен әділдік аясында қандай